Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілді каналына қолдау білдірсеңіз. Әлия Нұрмахамбетқызы Молдағұлова. Шын есімі Лия, майдандас достары Лия деп атапты. 1925 жыл 25 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданының Бұлақ ауылында Сарықұлов Нұрмахамбет және Молдағұлова Маржанның отбасында дүниеге келген. Жетіру тайпасы Табын руынан шыққан. Бала кезінде анасынан айырылып, 1933 жылы кейіннен Алматыда ағасының қолында тұрған. Ал 1935 жылдан бастап Ленинград Красногвардейский ауданы Гурдин көшесіндегі нөмірі 46 балалар үйінде тәрбиеленген. Санкт-Петербургтегі 9 орта мектебінде оқыды. Оқудағы озаттығы және үлгілі тәртібі үшін Әлия Қырымдағы бүкіл одақтық пионерлер лагері Артекке жіберіледі. Артекте батырлар тақтасына Рубин Ибарури, Тимур Фрунзе сияқты батырлармен қатар Әлия Молдағұлованың да суреті енгізілген. Соғыс басталған соң балалар үйімен бірге Ярославль облысының Вятацкое селосына эвакуацияланған. Вятацкое орта мектебінен 7 сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына оқуға түседі. Бірақ көп ұзамай 1942 жыл жұмысшы шаруа қызыл әскері майданға жіберу туралы өтініш жібереді. 1943 жыл снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. 1943 жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болған. 22-ші әскер 2-ші Балтық жағалауы фронты. Жау әскерінің 30-дан аса сарбаздары мен офицерлерінің көзін жойған. 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапты. Әлия Нұрмахамбетқызы Молдағұлова 1944 жылы 4 маусымда Кеңес одағы батыры атағы берілді. Ленин орденімен марапатталды. Новосокольники ауданының Манакова ауылында жерленген. Әлия есімімен көшелер, ондаған мектептер. Мәскеудегі 891 орта мектебі, Шымкенттегі нөмірі 29 орта мектебі, Новосокольникидегі нөмірі 72 орта мектебі, Оралдағы нөмірі 38 орта мектебі. Әскери теңіз флотының кемелері, Каспий жүк таситын теплоходы аталған. Ақтөбе, Астана, Алматы, Мәскеу, Санкт-Петербург, Новосокольники қалаларында ескерткіштер орнатылған. Ақтөбеде облыстық мемориалды музей жұмыс жасайды. Әлия атындағы ескерткіштер Новосокольники қаласы, авторы Айнеков. Ақтөбе қаласында. Ақтөбедегі мемориалды кешен, авторы Әбішев. Әлі Байсай ауылындағы ескерткіш. Алматыдағы шығыстың қос жұлдызы атанған Әлия мен Мәншүкке арналған мемориалдық кешен. Мәскеудегі ескерткіш, авторы Әбішев. Мемориалдық музейдегі бюсти, авторы Шанов. Әлия Молдағұлова атындағы көшелер, Ақтөбе, Мәскеу, Санкт-Петербург, Тараз, Астана қалаларында. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілді каналына қолдау білдірсеңіз.